Жетінші тапсырма үй жұмысы ретінде берілген. Кез келген кесінді сыз, оның ұштарын әріптермен белгіле. Сәулесіз және оның басын әріппен белгіле. Белгіленуі бойынша осы фигураларды оқы депті. Біз дәл суреттегідей етіп кесіндіні сызамыз, әріптермен белгілейміз. Сәулені де сызамыз, сәуленің бір басын нүктемен белгілеп, әріпін жазып қоямыз. Оқылуы А, П кесіндісі, В сәулесі деп оқылады. 120-шы сабақтың 7-ші тапсырмасы торгөз қағаздан төмендегідей фигураларды қиып ал депті. Осы фигуралардан кеменің және үйдің бейнесіне ұқсайтын композициялар құрастыр. Суретте үйдің бейнесін құрастырдық. Дәл осылай жасасаңыздар болады. Кеменің бейнесін жасау үшін үшінші тұрған фигураны кері айналдырамыз. 121-ші сабақтың 8-ші тапсырмасы үйге беріледі. Бөлме ішінен оқушылар сызғышымен өлшеуге болатындай тіктөртбұрыш пішінді затты таңдап ал. Осы заттың барлық қабырғаларының ұзындығын өлше және оларды қос дейді. Кез келген тіктөртбұрыш затты алуға болады, сондықтан мен қолымыздағы математика оқулығын алдым. Ені 17 см, ұзындығы 24 см. Барлық қабырғалары, қарама-қарсы қабырғалары тең. Барлық қабырғаларын қосқанымызда 82 шығады. Көбейтіп те шығарсақ болады. 122-ші сабақтың 9-шы тапсырмасы үйге беріледі. А нұсқасы А тең 5 см, ал Б тең 4 см деп алып, тіктөртбұрыштың периметрін тап депті. Екі түрлі тәсілмен периметр табылады. Периметр табу үшін барлық қабырғаларын қосып шығамыз. Немесе ені мен ұзындығын 2-ге көбейтеміз. Ені мен ұзындығының қосындысын. Ал Ә нұсқасы А тең 8 дециметр деп алып, шаршының периметрін тап. Шаршының барлық қабырғалары тең болғандықтан белгілі қабырғаны 4-ге көбейтеміз. Яғни 4 жердегі 8-іміз 32-ге тең болады. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетіңіздер.